Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда шортыйдың сызбасын сатын боламыз. Бізге екі өлшем қажет болады. Бірі бөксе айналымы БОА. Лента бөксенің ең шығыңқы тұсынан айлана өлшенеді. Екіншісі отыру биіктігі ОБ. Бұл өлшем отырылған күйде өлшенеді. Орындыққа отырып, белден отырған жазықтыққа дейінгі арақашықтықты өлшейміз. Орындық беті тегіс, қатты болу керек. Әдеттегідей ең алдымен біз 0 нүктемізді қойып аламыз да 0 нүктесінен төменге және де оңға түзу көмекші сызық сызып аламыз. Нөл нүктесінен сызба ішіне қарай бөксе айналымын 20-ға бөлеміз. Бөліндіден шыққан санға 1 сантиметрді қосамыз. Қосындыдан шыққан санды өлшеп, бірінші нүктені белгілейміз. Бірінші нүктеден төменге түзу көмекші сызық сызып аламыз. Енді бөксеміздің енін тауып аламыз. Ол үшін бірінші нүктеден сызба ішіне қарай бөксе айналымын 2-ге бөлеміз. Бөліндіден шыққан санға 4 сантиметрді қосамыз. Қосындыдан шыққан санды өлшеп, екінші нүктені белгілеп аламыз. Екінші нүктеден төменге түзу көмекші сызық сызып аламыз. Енді бірінші және екінші нүктенің арақашықтығын теңдей 2-ге бөліп, үшінші нүктені белгілеп аламыз. Үшінші нүктеден де төменге түзу көмекші сызық сызып аламыз. Екінші нүктеден оңға бөксе айналымын 10-ға бөлеміз. Бөліндіден шыққан санға 1 сантиметрді қосамыз. Қосындыдан шыққан санды өлшеп, төртінші нүктені белгілеп аламыз. Төртінші нүктеден де төменге түзу көмекші сызық сызып аламыз. Үшінші нүктеден төменге отыру биіктігінен 3 сантиметрді азайтамыз. Азайтындыдан шыққан санды өлшеп, 5-ші нүктені белгілеп аламыз. 5-ші нүктеден көлденеңіне түзу көмекші сызық сызып аламыз. 5-ші нүктенің сызығы менен және де бізде 4 тік көмекші сызықтарымыздың қиылысқан жерлерінде пайда болған нүктелерімізді 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы деп белгілеп шығамыз. 6-шы нүктеден жоғары бөксе айналымын 20-ға бөлеміз. Бөліндіден шыққан санға 3 сантиметрді қосамыз. Қосындыдан шыққан санды 6-шы нүктеден жоғары белгілейміз. 7-ші нүктеден жоғары бөксе айналымын 10-ға бөлеміз. Бөліндіден шыққан санды өлшеп, 11-ші нүктені белгілеп аламыз. 6-шы нүктенің бұрышынан 3 сантиметрлік биссектриса сызып аламыз. Ал 7-ші нүктенің бұрышынан 4 сантиметрлік биссектрисаны сызамыз. Бірінші нүктеден төменге 1 сантиметрді өлшейміз. Үшінші нүктеден жоғары 1-1,5 сантиметр өлшеп сызамыз. Екінші нүктеден жоғары 2 немесе 3 сантиметрді өлшейміз. Жамбас үлкен болса, онда 3 сантиметрді өлшейміз. Оныншы, 6-шы нүктенің биссектрисасын және де 8-ші нүктені доғал сызықпен қосып шығамыз. Дәл сол сияқты 11-ші, 7-ші нүктенің биссектрисасы 9-ші нүктені доғал сызықпен қосып шығамыз. Енді белімізде белгілеген нүктелерімізді біріктіріп шығамыз. 8-ші, 9-ші нүктелерден төменге 4-5 сантиметр түсеміз. Пайда болған нүктелерімізді өзара біріктіріп аламыз. Шортигіміздің сызбасы дайын болды. Келесі сабақта матаға қойып пішіп тігетін боламыз.